Беляш өте жұмсақ, бірге жасайық. Жылы су, жылы сүт, қант, дрожжи, сары май, тұз, бір жұмыртқа, майонезді қосып, үстінен ұнды сеуіп, қамыр елейміз. 1 сағатқа қойып қоямыз. Арасында 1-2 рет басып отырамыз. Эластичный қамыр болып шығады. Енді салмасын жасайық. Бияз, ет тартпа, тұз, бұрыш қосып, ет пен биязды 1-1 алғанымыз дұрыс. Қамырымыз көтеріліп, әп-әдемі болып шықты. Енді оны бөліп 80 граммнан аламыз. 11 дана шығады. Пакетикпен жауып, шетінен алып осылай басып отырып, салмасын ортасына салып, шеттерін бүгіп, шофын төмен қаратқызып қойып қоямыз. Ыдысымызға сұйық майды құйып, қолымызбен басып қоямыз. Орташа отта қуыратын боламыз. Майымыз қатты қызып кетпесін. Ішінде ет тартпамыз піспей қалады. Өте дәмді беляш дайын болды. Видеоның толық нұсқасын менің YouTube каналымда көре аласыздар. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.